кең дүниенің төсінде тарадай шашыраған қалың қазақ бірге бекітіп ел болған кезде еңселі ақ орданың бір уығы болып орнайды. Солардың бірі заманымыздың заңғар журналисті Саламат. Саламат 2003 жылы Қарақалпақстанның Нөкіс қаласында дүние есігін ашқан. Құзаршынға қол созған қыран тұлға журналистиканың қара шаңырағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітіріп, Саламат KZ сайтының негізін құрған. Саламат журналистиканы таңдауға не себеп? Негізі мен өзім шығармашылыққа дамын. Сол үшін де мысалы мен өлең жазамын, кейде ән шырқаймын, кейде би билеймін. Сол үшін де мен осы шығармашылық бойынша тапсырдым, яғни АБТ арқылы емес. Сол шығармашылықта мен 112 балл жинап, осы журналистикаға түстім, бірақ грантқа түсе. Саламат біздің арамызда ерекше балалардың бірі, тұйық, бірақ ол өзінің сөзінше кейде интроверт, кейде экстравертпін дейді. Айгерім Омар, Қосқанат, Алуа, Асимай, Саламат арнайы журналистика базалық құралдары